Аузу биллахи минаш-шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қазақша Құран оқу 23-ші Әл-Муъминун сүресі 62-ші аят. Ал енді шынайы мүміндерге ғана тән осынау қасиеттер Алла тағала адамдарға шамаларынан артық міндет жүктейді екен деген ойға қалдырмасын. Біз жан баласына шамасынан тыс міндет жүктемейміз. Құзырымызда әрбір жанның ниеті, сенімі, тіршілігі һәм істеген істері жайлы ақиқатты ғана айтатын кітап бар. Міне сондықтан да ешкімге әділетсіздік жасалмайды, ешкімнің ақысы желінбейді. Алайда кәпірлердің жүрегі бұл ақиқаттан мүлдем ғапыл. Сондай-ақ олардың әдетке айналдырып алған басқа да жаман істері, жағымсыз қылықтары бар. Міне сол істерінің кесірінен олар ақиқатты көрмеуде, көрсе де оған мойынсұнбауда. Нәтижеде араларындағы сән-салтанат пен молшылықта өмір сүріп үйренген мықтыларына азап тартқызып, сазайларын бергенімізде бірден ойбайға салып зар илейді. Жоқ, дәл бүгін құр босқа ойбайға салып зар илемей-ақ қойыңдар. Өйткені бізден ешқандай жәрдем көрмейсіңдер. Кезінде сендерге аяттарым оқылатын еді, ал сендер болсаңдар үнемі жақтырмаған сыңай танытып, сырт айналып кететін едіңдер. Үнемі көкірек керіп, дандайситын едіңдер. Кешкі отырыстарыңда Құран, хақ пайғамбар һәм оның жеткізген діні жайлы қалай болса солай сөйлеп, не болса соны көкіп отыратын едіңдер. Сонда олар бұл сөзге, Құранға мүлдем ой жүгіртпей ме? Әлде оларға алғашқы ата-бабаларына да келмеген жаңа нәрсе келді ме? Әлде өздеріне келген һәм бүкіл ғұмыры көз алдарында өткен пайғамбарды мүлдем танымағандықтан оны мойындамай отыр ма? Жоқ, әлде оны жынданған, яғни жындармен қатынасы бар дей ме? Анығында оларға ақиқаттың нақ өзін жеткізді. Алайда олардың көбі ақиқатты мүлдем жақтырмайды. Егер ақиқат олардың ерік қалауына ерген болса, онда сөзсіз күллі аспан әлемінің, жердің және онда тіршілік еткендердің бәрінің жүйесі бұзылып, күл-талқаны шығар еді. Әйтсе де біз оларға екі дүниеде де бақытты да абыройлы болуы үшін бұл өмірде ұстануы тиіс насихат пен нұсқаулар жиынтығын тарту еттік. Алайда олар өз бақыты мен абыройынан сырт айналуда. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, әлде сен олардан дін жеткізгенің үшін ақы сұрадың ба? Олар соны өтей алмайтын болғандықтан сенен қашқақтай ма? Әйтсе де Раббыңның өзіңе берері бәрінен де қайырлы, артық екенін олар біліп қойсын. Өйткені ол қашанда ең қайырлы ризықты беретін һәм ризық беруде алдына жан салмайтын шексіз жомарт. Сен оларды тұп-тура жолға шақырасың, ал ақыретке сенбейтіндер тура жолдан мүлдем тайған. Егер оларға жанымыз ашып, бастарына келген қуаңшылық, жоқшылық сынды алапат ауыртпалықтың бетін қайтарсақ, олардан түк болмағандай қайтадан азғындыққа салынып, сол баяғы адасқан күйде мәңгіріп жүре берері сөзсіз. Біз оларды жоқшылық пен қуаңшылықтың зардабын тартқызу арқылы жазаладық. Олар сонда да Раббыларына бас иіп жалбарынбады. Олардың алдынан ар жағында тым ауыр азап болған қақпаны, яғни оларды өлтіріп, алдарынан мәңгілік азап мекені о дүниенің қақпасын ашсақ болды. Үмітсіздіктің тұңғиығына шын батады. Ол сендер үшін, яғни өмірге бірте-бірте бейімделу, үйрену арқылы толыққанды адам болып қалыптасуларың үшін есту қабілетін, көздеріңді және жүректі, яғни жүректегі рухани сезімдерді жаратты. Алайда сендер оның осынау нығметтеріне өте аз шүкір етесіңдер. Сендерді көбейтіп жер бетіне жайғанда бір өзі, бәрің өлгеннен кейін қайта тірілтіліп, оның құзырына жиналасыңдар. Өмір сыйлап, тіршілік еттіретінде ажал тапқызып, бақилық қылатында бір өзі. Түн мен күндіздің бірде ұзарып, бірде қысқарып өзара алмасуы да оның ісі. Ендеше сәл де болса ақылға салып ойланбайсыңдар ма? Ақылға салып ойланудың орнына өздерінен бұрын өткен кәпірлердің айтқан сөзін қайталайды. Демек біз өліп топыраққа және қаусаған құр сүйекке айналғаннан кейін қайта тірілтіліп, қабірлерімізден шығарылады екенбіз ғой, солай ма? Расында бұл уәде бізге де, біздің бұрын өткен ата-бабаларымызға да берілген болатын. Бұл бар болғаны бұрынғылардың ойларынан шығарған аңыз әпсаналары, басқа түкте емес дейді. Оларға қане, білетін болсаңдар айтыңдаршы, бүкіл жер беті һәм онда тіршілік етіп жатқандардың бәрі кімге тиесілі? Оларды жоқтан жаратқан және тіршілік еткізетін кім деп айт. Әлбетте олар Аллаға тиесілі дейді. Оларға ендеше неліктен ойланып ғибрат алмайсыңдар деп айт. Сондай-ақ оларға 7 қабат аспанның Раббысы кім, ұлы аршының Раббысы кім деп айт.
Әлбетте олар бәрі де Аллаға тиесілі дейді. Оларға: олай болса неліктен Раббыларыңа асылық қылудан һәм қаһарына ұшыраудан қорықпайсыңдар деп айтты. Сонымен қатар оларға: қане, білетін болсаңдар айтыңдаршы, бір өзі бәріне қорған әрі қамқор, ал өзі ешкімнің қорғауы мен қамқорлығында болмаған, барлық нәрсенің тізгінін қолында ұстаған кім деп айтты. Олар: бұл жолы да Алла дейді. Оларға: ендеше қалайша бастарың дуаланғандай ақиқаттан мұншама алыстайсыңдар деп айтты. Шүбәсіз біз оларға ақиқаттың нақ өзін жеткіздік, ал олар болса Аллаға және басқа да ақиқаттарға қатысты айтқан сөздерінде нағыз өтірікші. Алла ешкімді де бала тұтқан емес, оған тең келер басқа құдай да жоқ. Олай болғанда әр құдай өз жаратқанын өзі билеп һәм бір-біріне үстемдік етуге тырысатын еді. Алла мүшриктердің өзіне теліп жүрген сипаттарынан мүлдем ада. Ол ғайыпты да, жарияны да, яғни сезім мүшелерімен сезіп білу мүмкін емес тылсым әлемді де, сезім мүшелерімен сезіп білінетін жария әлемді де толық білуші. Олай болса, ол мүшриктердің айтқанындай құдайлықта біреумен ортақтас болудан, немесе мүшриктердің өзіне серік етіп қосқандарынан аулақ. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, уа Раббым, егер оларға сес қылып уәде еткен азабыңды көзімнің тірісінде келтіріп маған көрсетер болсаң, Раббым, ондай жағдайда мені залым қауымның ішінде болудан қалудан сақтағайсың деп айт. Шүбәсіз оларға сес қылып уәде еткен азабымызды көзіңнің тірісінде келтіріп саған көрсетуге һәм сені одан аман алып қалуға әбден құдіреттіміз. Кәпірлер білгендерін істей берсін, ал сен жамандықтың қарымын жақсылықпен қайтар. Біз олардың өзіміз жайлы һәм сен туралы қандай орынсыз сөздер айтып, бізге нендей лайықсыз сипаттар теріп жүргенін әлбетте жақсы білеміз. Сондай-ақ, уа Раббым, міндетімді орындау барысында адам мен жындардан болған шайтандардың уәсуәсі мен азғыруынан сақтай көр деп бір өзіңнен пана тілеймін. Сонымен қатар, уа Раббым, олардың маған жанасуынан, маған ықпал етулерінен сақтай көр деп бір өзіңнен пана тілеймін деп дұға ет. Егер ол кәпірлердің біреуіне ажал жетсе, уа Раббым, мені дүниеге кері қайтара көр. Игі істер істеп, зая болған ғұмырымның орнын толтырайын деп жалбарынады. Жоқ, ол мүмкін емес. Бұл оның айтқан құр сөз ғана. Енді олардың артында қайта тірілетін күнге дейін өткел бермес бөгет қабір әлемі бар. Сур, Исрафил періштенің сырнайы үрленгенде, біріне бірі жанашырлық танытып, қол ұшын беретіндей араларында туыстық байланыстың жұрнағы да қалмайды. Тіпті әркім өз қарабасының ғана қамын жеп, бір-бірінің хал жағдайында сұраспайды. Сонда кімнің сауабы мол болып, таразысы ауыр басса, міне, солар азаптан құтылып, нағыз жетістікке, мақсат мұраттарына жеткендер. Ал кімнің сауапты істері болмай, таразысы жеңіл тартса, міне, солар өздеріне ең үлкен зиян келтіріп, өз-өздерінің обалына қалған бейбақтар. Өйткені олар мәңгі бақи жаһаннамға тасталады. Онда жүздерін тозақ оты жалап күйдіргенде, бет терілері мен еріндері құрысып, тістері ақсиып қалады. Хақ тағала оларға: сендерге аяттарым оқылғанда оны жалған деп мойындамай келдіңдер емес пе, дейді. Олар: уа Раббымыз, біз сорымызға, азғын нәпсімізге жеңіліп, тура жолдан адасқан қауым болған екенбіз. Уа Раббымыз, садаған кетейік, бізді мына тозақтан шығара көр. Егер шыққаннан кейін бұрынғы күнәларымыз бен жат қылықтарымызға қайтатын болсақ, онда нағыз залым болғанымыз, онда өзімізге де обал жоқ деп жалбарынады. Сонда Аллах Тағала: сол тозақта қор болып қала беріңдер, үндеріңді өшіріңдер, бұдан бұлай маған тіл қатушы болмаңдар. Дүниеде бір топ құлдарым: уа Раббымыз, біз иман келтірдік, бізді кешіре көр, һәм мейіріміңе бөлей көр. Өйткені сен мейірімділердің ең қайырлысы, ең мейірімдісісің, деп маған дұға етіп жалбарынатын еді. Ал сендер болсаңдар, оларды мазаққа айналдырдыңдар. Нәтижеде бұл қылықтарың сендерге мені еске алуды мүлдем ұмыттырды. Сөйтіп сендер оларға тек күлумен болдыңдар.
Мен бүгін оларды сабырлық танытқандары үшін ерекше сый-сияпатқа бөледім. Нағыз жетістікке әрі мұратына жеткендер міне солар дейді. Содан кейін Аллах Тағала тозақларға жер бетінде неше жыл тұрдыңдар деп сұрайды. Олар бір күн немесе күннің бір бөлігіндей аз ғана уақыт тұрдық, алайда нақты айта алмаймыз. Оны уақыттың есебін білетіндерден сұрасаң болар еді деп жауап береді. Сонда Аллах Тағала оларға: сендер дүниеде азғантай ғана уақыт тұрдыңдар, егер осынау шындықты білгендеріңде ғой, маған қарсы келмес едіңдер дейді. Қажеке, намаз оқиық та? Уа адамдар, сонда біз сендерді ермек үшін құр босқа жараттық, әрі бізге қайтарылмаймыз деп ойладыңдар ма? Күллі жаратылыс атаулының патшасы хақ Алла сондай ұлы, ол ермек үшін іс қылудан және орынсыз іс істеуден ада. Одан басқа құдай жоқ, ол ардақты ұлы аршының Раббысы. Кімде-кім Алламен қатар құдай екендігіне қатысты бірде-бір дәлелі жоқ, жалған құдайға табынса, ақыретте Раббысының құзырында сол ісі үшін міндетті түрде жауап береді. Шүбәсіз кәпірлер әсте азаптан құтылмайды, мақсат мұратына жетпейді. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, уа Раббым, бір өзің жарылқап кешіре көр, мейіріміңе бөлей көр, сен мейірім етушілердің ең қайырлысы әрі ең мейірімдісің деп дұға ет. Садақаллаху алейхи.